Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу-алейкум, құрметті көрермен. Ассаламу-алейкум. Жұмамұрат Кенес ұлы. Қош келдіңіз мен. Алла тағала мені жай адамдармен кездестіре бермейді да. Шын айтайын. Сізді қайда-қайда кездестім да. Жұмыста жүрсем, жұмыста жүресіз. Алматыда жүрсем, Алматыда жүресіз. Енді бір ойға келіп отырмын. Сізді тектен-тек кездестіріп отырған жоқ. Сондықтан енді сізді байқап, кім екенін танып, сыртынан байқап жүрмін. Сіз өте білімді адам екенсіз, байқадым. Мен сізді дұрыс танымаймын. Көрермен де біліп отырсын, сізбен танысайын, және көрермен де таныссын. Сіздің айтатыныңыз көп екенін біліп тұрмын. Мен үшін емес, өзің үшін емес, салт дәстүрді қазір халық үшін айту керек деп ойлаймын. Айтпақшы, қай жылы тудыңыз? 1977. Жылан жылы. Жылан жылы. Бәрі келді. Жыланды қойайық. Кобра. Жылан жылды болған. Жылан жылды. Ал Жұмеке, енді өзіңізді таныстырып кетсеңіз, көрермендер де көріп отырсын. Енді 1977 жылдың 17 маусымында сол бүгінгі таңда енді Өзбекстан Республикасы, Алишер Науаи облысы, Тамдыбұлақ ауданы деген жер бар. Ол жерде бір орыс, бір өзбек жоқ. Тұтас қазақ, кіші жүздің ішінде Шөмекейдің руынан тарайтын ұрпағы Әлімұлының атамекен. Ол жер тау елі бай деп айтылады. Ол 1400 баяғы Дәулетбай деген бай өткен сол Ақтөбенің қазіргі таңда Ырғыз деген ауданы бар ғой. Көрсетті тарихта. Сол ауданымен туып өскен Әлімнің рулары Қызылорданы қақ бөліп, анау Тамды біздің Тамдыға дейін 1200 шақырым километр. Жайлау жаздың күні. Жайлау біздің ауылдағы шөптер таусылған кезде қойлар, малдарын айдап, анау Ақтөбенің Ырғызына келеді екен. Жайлауда. Жазда орналасады, қыс түсе, ол жақ қыс суық қой. Сосын Қызылқұмның ішіне барып, ана Тамдыға барады екен. Әрі-бері өзі Шөмекейдің атамекен жері. Ғасырлар бойы қазақ қана тұрған ол жерде басқа жоқ. Сөйтіп, қыстау жайлау болып көшіп жүрген Дәулетбай сол бір қызын ұзатқан Тамдыға. Сөйтіп, алтынан ел келіп сол жерге қоныстанып, қазақ Шөмекейдің ішіндегі Әлімнен тарайтын дөйт ұранды Шөмекейдің баласымыз. Ғасырлар бойы сол жерде тұрған, біздерде қазіргі таңда айтып берсем, сыр елі, жыр елі дейді, негізі Қызылорда облысы. О баста Кеңес одағы орнап, орыс келе бастады ғой бізге. Сол кезде Кеңес одағы орнаған кезде ана жерлердің бәрі бірінші Қызылорда облысына қараған біздің ауыл. Кейін Қарақалпақстан автономный округы 1924 жылдан 36 жылға дейін ол Қарақалпақ автономный округқа кірген. 1936 жылы заңды түрде Қарақалпақстаннан алып Өзбекстанның Бұхара облысына өткен. Бұхара облысына Кеңес одағы орнағаннан кейін Бұхара облысы болып қалған 36 жылдан бастап кешегі 1982 жылға дейін. 82 Шарафов деген Өзбекстанның бірінші хатшысы алып, өйткені Бұхара мен біздің ауылдың арасы 480 шақырым алыс. Қайда алыс біраз жер болғаннан кейін, мына қазақтардың ішкі Қытай деген секілді, ішкі қазақтарға жақындату үшін біздің ауылдан 425 шақырым жерде Алишер Науаи деген қаланы құрады 82 жылы. Мен 77 жылы туған кезде Алишер Науаи облысы Бұхара облысы болған. Ол кейін 82 жылы оны Алишер Науаи облысы қылып өзгертіп жіберді. Мына 1965 жылы Заравшан, Ошқұлық деген алтын шығатын екі қаланы құрды. Никита Сергеевич Хрущевтың жоспары болған 1962 жылы. Бірақ ол үлгермеді да, кейін ол ауысып кетті да, орнына Леонид Ильич Брежнев келді да, Кеңес одағы сөйтіп орнатты, сол жерде екі қала болды. Сол жерге үдіре көшіп қазақтың қой бағып жүрген бұл адамдар жайғасып, кейін Кеңес одағы ыдырағаннан кейін бұл жер Өзбекстанға қалып кетті. 1992 жылы Кеңес одағы ыдыраған кезде 3-4 адам, мен 9-шы сыныппын, 15-тегі баламын. Сол кезде Өзбекстаннан, Қазақстаннан келді біраз 5 адам, 6 адам. Көші-қон агентлігі деген құрылды, қазақтар Қазақстан көшесіздер ма деген. Бір-ақ рет келді. Бір келді жоқ болды. Өйткені Өзбекстан Ислам Каримов қазақтарды жібермейміз деген ба, келіспеген ба жоғанда. Ол жағын шетшағасын естіп жатыр екен. Өйткені байланыстыратын. Өзбек қылдырамыз деген ғой. Жоқ, өзбек жаңағы транспорт байланысатын жаңағы жүйе жоқ. Не пойыз жүрмейді ол жерге, не автобус бармайды.
Сондықтан анау құмның арасында жатқаннан кейін байланыс болмағаны үзіліп та қап кетті. Енді солардың ұрпақтары өсіп өніп біздер міне 2005-те келдім мен Қазақстанға. Енді біз Кеңес одағының құрамында болдық. Біз орыс тілін жетік білеміз. Бұл жердегі кез келген орысын жаңылтырамыз. Біздің ауылда өскендердің көбісі енді Кеңес одағының құрамында болдық қой бір жүйеде. Біз Монғолия, Қытайдан келген жоқпыз. Біз орысша еркін сөйлей аламыз. Кез келгенімізді ұстап алсаң. Өйткені Өзбекстан мен жүйе бір. Сол үшін біздерді кей кезде оралман деп айтуға тіл бармайды. Дұрыс емес. Біз қайдағы оралман? Біз сенің жүйеңде бір жүйеде өстік қой. Бір жүйеде Алматының кітабын мен оқыдым. Мен кез келген Қазақстанда туып өскен қазақты қазақ тілінен орыс тіліне жаңылдырам. Мен 100% сенімдімін өзіме. Өйткені келсең оңын олға, соңын солға тұталақайын шығарып, жүйткін сөйлей аламын мен. Алдыма жан салмаймын. Мақтанғаным емес, ол айдан анық күннен жарық дүние. Көрдік. Содан кейін ол келген ұрпағын көкірегіне итерген неше түрлі адам бар, неше түрлі тағдыры бар. Мен маңдайыма жазған тағдыр сол. 2005-те келдім, осы жердің қызына үйленіп, бала шаға өніп, осы жерде сөйтіп жатқан жайымыз бар. Дұрыс. Біліміңіз? Жоғары біріншісі, менде 3-4 жоғары бар. Жоғары бірінші Ташкентте погранное училище бітірдім. Военный әскери. 95-99, содан кейін шекарада қызмет істедім. Сол жақта оқып жүріп, магистратураны Низамиде бітірдім. Магистратура тарихымдан кандидат деген сол жақтан бітірдім. Нострификация істеп, осы жақта кейін 2005-тен былай қарай тарихымдан кандидатымын. Сол жоғары кейін маған шекарашыға именно кірмекші болған кезде саған диплом Өзбекстан дегесін, тағы да Хазгуаны бітірдім қосымша. Хазгуды бітіріп келсем бәрібір алмады. Өйтсе мені шпион деп жүр. Өйткені мәңгүрт өздері тіл білмегеннен кейін өзбектер дайындап жіберді деген жүйеде. Одан кейін мен осы жерге келіп магистратураның Қазақстанның дипломын бітірдім. Оңтүстік Қазақстан облысындағы жаңағы магистратура педагогия и психология деген 20-шы жылы, 2020 жылы. Сол сияқты енді менде 4 диплом бар, былай қарасаң. Енді дипломның санында емес, сапасы керек қой. Әшейін албаса ол 5 диплом мен 2 ауыз сөздің басын. Тәжірибе ғой, өмірлік тәжірибе ғой. Біреулер бар 5 диплом мен 2 ауыз сөздің басын құрастыра алмайды. Тіл білмейді. Ассалаумағалейкум, здравствуйте дейді. Сондай өріп жүр. Дұрыс, Жұмеке. Енді деген сізді байқаймын, салт дәстүр туралы өзіңіз каналында сөйлеп отырасыз. Тамаша, керемет. Енді салт дәстүрге келсек, сіз бір ағып тұрған бұлақ сияқтысыз, да? Рахмет. Осындай адамдарды, сіз сияқты адамдарды негізі көбірек таныстыру керек қоғамға, адамдар біліп жүрсін. Өйткені сіздің айтатыныңыз бар. Бұл қасиет. Мойындау керек оны, да? Көтермелеп жүру керек біздер бір-бірімізді. Осындай сіз сияқты адамдарды. Енді салт дәстүрге келетін болсақ, жалпы салт дәстүр адамға не береді? Қазір керек па салт дәстүр? Заманауи дейді, да, қазір. Кейбіреулер средневековье дейді. Жалпы салт дәстүрден бастайық. Оның маңызы неде? Адамға не береді? Баяғыда біздер деген білім болған жоқ қой. Салт дәстүр арқылы адамның жеде санасы дұрыс болды, жан дүниесі тамаша болды, жаны өсті. Салт дәстүр сізге не береді? Салт дәстүр енді адам баласы болғаннан кейін әр ұлттың өзінің ерекшелігі бар. Басқа ұлттың ерекшелігі, оның ең бірінші ерекшелігі оның тілі. Аузымыздан шығып жатқан әрбір тілге, әрбір сөзге қазақ қай заманда, қай ғасырда болмасын, 7 рет өліп бір шет кескен. 10 бәленің өнер алды қызыл тіл дейді. Тілінде жатыр. Салт дәстүрі де, діні де, дені де, барлық болмыс, тұрмыс тіршілігі тілінде жатыр. Тіл білмеген адамнан түкте болмайды, күттік шықпайды, ол ұлтына қызмет етпейді. Сондықтан бірінші салт дәстүрді насихаттау үшін баяғы бабаларымыздың салып кеткен сара жолы, ол атадан әкеге, әкеден балаға мирас болып қалатын, оның тіліндегі мына атадан келетін ерекшеліктер салт дәстүрінде тұнып тұрды қазақтың. Әрбір сөзін қазақ тілден басталады дейсіз. Тілден басталады. Тілге бір сұхбат құрармыз. Менде айтатыным бар, да? Иә. Мына қазақ Шалақын деген бабамыз бар. Сол кісі айтады: 10 бәленің 9-ы тілден туған, шешендер топ ішінде тілім болған. Бір адам қателесіп сөз сөйлесе, 1001 пәле жабылып соны қуған дейді. Сонда қарап отырсаңыз, барлығы тілінде жатыр. Қазақтың көркем әдебиетінде дамуына, руханияттың кемелденуіне тікелей септігін тигізетін бұл ананың тілі. Шалақын айтады тағы да: ана тілін білмеген анасын сатқан желікпас, ана тілін сүймеген отан сүйіп жарытпас дейді. Міне бір ауыз сөз бүкіл қазақтың тұрмыс тіршілігін баяндап отыр. Өте дұрыс. Жұмеке енді тіл деп кетті, мен деген басқа сұхбатқа қалмай, бірақ соны айтып кетуге тура келіп отыр да. Осы жерде
әулиелік жолда жүрген бір кісіге сұхбат құрдық. Екеуміз түсінбей едік бір-бірімізді, да? Сөзге келіп қалдық. Ол орысша білмейді. Мен қазақ жанұяда тәрбиеленгенмін. Бір ауыз сөз орысша білмегенмін. Орысты көрмегенмін. Далада қой бағып өскенмін ғой, қойшының баласымын да. Мектепке келгенде сен как твоя фамилия десе, қарап отырып бетіне, мынау кім баласын деп сұрап тұрма деп, мамам баласым деп айтатын. Білмейтінмін да. Сондай жанұяда өскенмін. Яғни менде дән болды, қазақтың дәні. Қазір көшеде жүріп біздің қазақтың жігіттері орыстарға түйіседі, қазақша сөйлей деп, я тағы орысша кішкене аздап сөйлеп қалған қазақтарға да түйіседі, қазақша сөйлей деп. Сол дұрыс емес сияқты көрінеді маған. Өйткені ол адамдар кінәлі емес бір жағынан. Оларда дән жоқ, дән. О дәнді егу керек та. Біздер содан бастау керекпіз да. Бала туды ма, оны 10 жасқа шейін өз тілінде, өз салт дәстүрінде тәрбиелеу керек. Сосын 30-ты болса да үйреткен, ол жаман болмайды оған. Деп ойлаймын, өйткені дән жоғалғаннан кейін қиын болады да. Қазір дән егу керекпіз. Соны түсіну керекпіз да. Мен балдарымды көрдіңіз, орысша сөйлеп тұр да. Өйткені әйелім Ресейден, да? Орысша сөйлеп кетті. Мен өзім ұрсатын едім әйеліме де бәріне. Сен қазақша сөйлет деп кәдімгідей біраз жерге барып қалдық та. Сосын мен ойлаймын, көшеде жүрбей, мен жалғыз мұндай жанұям емес қой. Көшеде толып жатыр сондайлар. Неге олай болып жатыр? Құдай мені солай өткізіп жатыр ғой содан. Түсіну үшін. Мен неге оны ұрса беремін? Бұларда қандай себеп? Неден болып тұр деймін. Бұларда дән жоқ екен да. Әйтеуір мен дәнімен жалғанып жатыр. Да? Бала кезінен да. Мен балабақшаға бердім, қазақша балабақшаға. Балабақшаға берсем, басынан барып тергеуші ұрып тұр баламды. Сөйлеуге шықса, сөйле деп. Мен анда деген орысты манаған. Сен қазақша сөйлесең, сен не, қазақпын деп санайсың ба өзін? Сана нен жоқ өзін, ешқандай тәрбиен жоқ өзін. Баланы ұруға бола ма деп. Ашуланып кеттім да. Сондықтан мен қазақша сөйлеп жүрген көшедегі адамдарды қазақ деп те санамаймын да, кейбіреуін. Өйткені ол деген қазақ болу үшін өзіне сіңіру керек. Өзінің менталитетін, салт дәстүрін бәрін сіңіру керек. Сонда ғана қазақ болады да. Сондықтан мен осы тақырыпты ашып отырмын да, бірінші дәнді егу керек. Тіл мәселесіне келсек. Жақсы сөз сізген өзіңізде. Салт дәстүр деген бұл мирас болып қалатын ата бабамыздан келе жатқан дүние ғой. Сол үшін кішкентай балаға тәрбие бізде жалпы біздің Қазақстанға келетін болсақ, бүгінгі таңдағы болып жатқан дүние, кеше ғана Facebook парақшама жарияладым. Бір қазақ тілі деген бір мереке өтіпті. Соған қайдағы жайдағыларға мынандай марапат беріп, сыйлап жатыр да. Жыл өте береді. Бір Қазақстан 32 жыл тәрбиелік тәуелсіздік алса дағы, бізде тек қана жаңағы не десем болады, бұл көзбояушылық та. Көзбояушылықпен айналысады. Әдет ғұрып салт дәстүрді насихаттап, күнделікті айтып отыратын, дәріптейтін қазақ радиосының түрі анау, быт-шыт. Бірде-бір менің өзімді ана қазақ радиосында, Шалқар радиосында істейтін таныстарым айтады, Жұмамұрат Шәмшін шақырма деп жоғарыдан тапсырма берді. Неге? Біліп отырды да мені оны. Өйткені телеарнаға шақырғысы келмейді. Мен өйткені шындықты айтамын. Бетің бар, жүзің бар демеймін, шындықты айтамын. Ол олай емес, бұлай. Ана YouTube каналдан айтып жатырмын, Назарбай Тоқаевтардың өзіне тіліп саламын. Өйткені мен қазақпын. Мен жаман сөз айтып жатқан жоқпын. Осы Қазақстанның, қазақ халқының өсіп өркендеуін, дамығанын қалайтын адаммын. Қазақ десе қабырғам қайысады, қазақ десе ішкенасын жерге қоямын. Қазақтың бір баласымын. Енді қарасаң, әдет ғұрпын, салт дәстүрін насихаттап жүрмін. Мен 4-5 жыл болып қалды. Чатым бар WhatsApp'та, 1124 адам бар. Солар көріп күнде таратып жатыр адам. Білсін, көрсін, бар білгенімізді жұртқа таратуда мақсат. Өйткені ағартушылықпен айналысам. Баяғыда осыдан 100 жыл бұрын Міржақып Дулатовтар Оян қазақ деді. Ахмет Байтұрсыновтар қазақ газетін жағы Айқап деген журнал шығарды. Енді ол заман өтіп кетті, газет журнал оқымайды қазір. Бәрін телефон, басқа заман жүзі өзгерді, өзгергенді көз көрді. Енді телефонға телміреді, телефонның ішінен шығып жариялау керексің. Өйткені заманның ағымына қарап, қазақ айтады, заманына қарап адамы, адамына қарап амалы дейді. Сөйтіп айламен астарлап, әдемілеп, ай жаным сен жақсы, менің итім жақсы деген секілді астарлап сіздің айтып жатқан сөзің орынды. Біреу барып әпер бақан ұрда жоқ басынан тоңғы түксең, ол сені түсінбейді. Өйткені мұсылман болу әсте жаңағы кәпір болу бір сәтте дейді. Жылы сөйлесең жылан іннен шығады. Қатты сөйлесең мұсылман діннен шығады дейді. Соның бәрін әсте ақырындап бізде мемлекеттік түбегейлі өзгеріс керек.
сана анау балық басынан шейін жоғарыдан бастап әдет ғұрпың болсын, салт дәстүрің болсын, қазаққа тән асыл қасиеттерді насихаттау үшін ең бірінші басынан бастау керек. Өйткені жоғарыда біз 70 жыл оның ар жағында тағы патшалық Ресей болды. Жаңа Кенесарының соңынан өлімінен басталып бері қарай завоевание Средней Азии деді, Орта Азияны басып алу, кіргізіп, әскерін кіргізіп, халқын әкеліп, келім-кетік жетім жесірлерін әкеліп төкті біздің елге. Одан кейін кеңес одағы істеген бәрін тарихтан білесіздер. Енді соны айтпағым не? Бұл әдет ғұрып салты біз бодан болған елміз, Ресейге бодан болды. Сол үшін бодан болды. Мойындау керек бірінші. Сізгі мойындамайды. Мойындамай отыр. Мойындап, қателіктен кешіріп, түбегейлі жаңағы Латвия, Литва, Эстония секілді мойындап, Грузия секілді құрғанда, Әзербайжан мен Армения секілді біз мойындап, деканализация жоқ, бодандықтан шығу процесімен айналысуымыз керек. Біз бодан болып тұрып, қайтадан сол Ресейге бара береміз, соның тілінде сөйлейміз. Күні кеше мен айттым Facebook парақшамда, жаңағы ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік қызметі, сот, прокуратура, министрліктер, әкімет барлығы Ресей Федерациясының тілінде қаталмасады әлі күнге дейін. Біз қазақ тілінде ауыспағанға дейін біз тәуелсіз елміз деп айтудың өзі ұят болады. Жұрт күледі, үстін ашып, артын ашып. Сол секілді барлығы келіп жаңағы әдет ғұрпында салт-дәстүрін тілге байланысты. Қазақи орта жоқ болғандықтан көшеге шық, сары орыс, бәрі орыс, бәрі орыс. Сондықтан түбегейлі бізге өзгеріс керек. Өзгеріс болмай, мына тығырықтан шыға алмаймыз. Біз барып ана жағаға ұрып атқан толқын секілді, бір толқын кетіп жатыр, екі толқын екінші келіп жатыр, сөйтіп жай әшейін бармақ басты көзді қысты, тисе терекке, тимесе бұтаққа, бәрі бос әңгіме, лақпа сөз болады. Өте дұрыс айтып отырсыз. Енді культивация деген түсінік бар да, культивация деген. Біздер тек қазақ тілін меңгеріп, қазақ салт дәстүрінде тұрып қалсақ, бір Северный Корея болып кетуі де мүмкін да. Мына бізде қаншама ұлт бар, солардың салт дәстүрін, мәдениетін, тілін дамытып жүру керекпіз. Сонда бірін-бірін аралас культивация болады да. Сонда жақсы болады деп ойлаймын. Енді деген мына совершенство деген бәрі бірдей емес дегенді, да? Совершенство, все различные, когда живут в гармонии, ол совершенство дейді да. Сол сияқты мен басқа тілге қарсы емеспін, басқа салт дәстүрге қарсы емеспін. Оларды дамыту керек. Бірақ біздің мемлекет болғасын, қазақ бірінші өзінің салт дәстүрін өзіне сіңіріп алу керек та бойына. Деп ойлаймын. Ал енді салт дәстүрді сіз жақсы білесіз. Сіз деген бір айда бір рет шығып тұрыңызшы. Үш жерге ме? Иә. Жақсы. Жоқ дегенде. Енді тереңнен бастайық. Енді қарап отырмын сіздің каналыңызда, жаңа тұсаукесерді айттыңыз, керемет енді. Ол не білдіреді? Ақ жіп, қара жіп деген сияқты сол. Иә. Мына тұсаукесер бала кішкентай тайтайлап бастаған кезде, бір жастан аса бастағанда тайтайлап жүрекке ұмтылған кезде, қазақ тұсаукесер дейді, жаңа баланың аяғына қонақтарды, жақын жуықтарды шақырып, аяғы ақ пен қара түс. Өмірдің өзі күндіз түн ақ пен қараның алмасуы ғой. Соған іспеттес аяғын байлайды да, алдынан пышақпен кесетін. Алдынан. Пышақпен. Қазір қайшымен көрсіп, ана баланың өмірі қайшылыққа ұшырап, неше түрлі қазір қарапайым суицидтан төрткүл дүниеде 193 елдің ішінен 3-ші орында масқара. Қазақ бұрын соңды естімеген, құлақ естіп, көз көрмеген нәрсені. Өйткені өмірі қайшы болып жатыр, өзіне өзі қол сұғады. Бұл негізі ол дұрыс емес дүниелер осыдан басталады да. Жерде қосып кетейінші. Енді салт дәстүр деп отырмыз. Неге керек дегенде, мына жаңа өзіне қол салады дедіңіз ғой. Салт дәстүрде меңгеріп, өзіне сіңіріп шыққан адамның жете санасы түзу болады, жан дүниесі дұрыс болады. Ол ешқандай суицидқа неге бармайды? Қазір аурулардың бәрі содан шығып жатыр. Біздер өзіміздің тамырынан ажырап қалғаннан кейін деп ойлаймын. Иә, сосын ол енді алдынан біреулер өткенде сары қызыл қояды. Мен көріп жағамды ұстадым. Көкем-ау, мен енді жалданып келем ғой. Соны жүргізіп жатқаннан кейін. Мен ештеңе, менің тілім қысқа болады, өйткені олар ақша береді маған. Сол үшін сен анаған тәуелді болғаннан кейін үндемей қоясың. Онымен саудаласып мен ұрыспаймын ғой. Ол саған шақырып тойын жүргізіп бер деп жатыр. Сосын қойшы, бір айтым, екі айтым тыңдамағаннан кейін енді ұрмайсың, ұрыспайсың. Сондай да дүние. Одан кейін сосын тамақ жейді отырып, етті жейді, өйтеді, бүйтеді, сосын торт та келеді. Тойды болсын, қандай той болсын, қыз заты, тұсаукесер сынып кеткен ғой. Сынып кеткен, енді үйреніп қалған. Енді қараңыз.
келеді туған күн болсын, ана торттың бетіне жандырады, шырша қылып анандай қылып жағады. Сосын ана туған күннің баласын барады өшіреді. Қазақта не? Сал өзіңдің отыңды өшірме дейді. Шырағыңды өшірме. Шырағыңды өшірме. Қайта жандыр дейді. Бұлар өшіреді, сосын ажырасады. Өйткені сен өшіріп отырсың, өз ошаңды. Енді ырым ғой. Иә, ырым. Көрдің бе дәстүр? Қайшы да қазақтың істеген ісінің бәріне қайшы. Ал мына тұсаукесер келетін болса, қандай жаңағы не жаю керек? Ата. Ақжол деген қазір шығып жатыр ғой, неше қазіргі заманға лайық. Ақжол деп қояды да, сол жерге барып тайтайлап, енді корейлердің дәстүрінде жаңа кітап қояды, кітап оқыса оқымысты болады, ақша қояды, банкир болады. Бізде де сол болып кетті ғой. Домбырасы қойса домбырашы болады дейді. Сөйтеді ана тайтайлап бала, ана қалаған, тіпті ол анекдотқа айналып кетті. Бір жігіт кішкентай баланы сөйткен ғой. Сөйтсе қарап тұрып, ақшаны алып қалтасына салыпты. Кітапты алып мына қалтасына салған. Сөйтіп домбыраны алып та кетті. Ой, мынау банкирде болады, ақшанда болады, неше домбырист болады деді. Қара? Ырым ғой. Сол жаңа Корейдің салт дәстүрі бізге сіңіп жатыр. Сіңіп кетті уже. Осынша уақыттан бері абай болу керек. Оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Иә. Абай болу керек. Сосын қыз ұзатып жатқанда кеше мен осыны тоқтатайын десем қоймады. Бұл ана қыз ұзатылып жатқан қыз тұрады да бір бума гүлді арады да артына лақтырады. Ол американдықтардікі. Америкада Калифорния, голливудский фильмдерден шыққан дүние. Ол ағылшындар, ол ана арийцы, өздерін протестант. Олар мына Европаныңкі дін саласын білесіз ғой өзі, католик. Американдықтар олар протестант, олардың дүниетаным мүлдем бөлек дүние. Сондықтан айналайын-ау, соның біреудің таңсығы бізге таңсық болғандай да, қаңсығы бізге таңсық болғандай. Кім көрінгенге еліктеп жүрген халықпыз біз қазақ қазіргі таңда. Сол Америкадан аламыз, анадан аламыз, мынада былықпай бір бұтқа болып кетті. Біздің ерекшелігіміз сол ғой, түсінбейді адамдар. Біздерді қай тілді алайық, акцентсіз сөйлеп кетеміз ғой. Өйткені бізде генімізде бар. Біздер орысша айтқанда носители культуры, бір көшпенділер. Біздің қанымызда бар. Бірден сіңіріп аламыз да өзімізге. Соны ұғу керек та, өзіміздікін жоғалтпау керекпіз. Жоғалтып қазіргі таңда өкінішке қарай біздің барлығы балық басына шейін жоғарының өзінде де кеше мысалы бір министр дөкейдің мен тойын жүргіздім. Енді қараңыз, олар да құдаласады ғой, дөкей жақсы өткенін қалайды. Ақшасы көп, кезде келді да, енді аса келді. Аса келген кезде жаңағы мейрамханадағы екі ұлды дая шығып жалдаған екен. Алып кірді, аса келсін десе, малдың басына келді, малдың басы тісі қағылмаған. Тісі қағылмаған. Және алып келген кезде малдың басын ауылмен кіргізу керек. Бұл керісінше айналдырып қойып әкеп жатыр да, сол ай әттеген айда ішінен неге күрсіндіңіз жұмеке дейді да, біреу байқап қалды. Мынау дұрыс емес деймін. Тісі ақсиып тұр, ол анау желінбейді, ол біреуге қапа болып ренжіп жүрсе әдейі тісін қақпай әкеледі. Тісін қақпай әкеледі әдейі. Мынау не болды, мынау масқара ғой, мынау тістің ішінде неше түрлі микроб болады, сол үшін қазақ тісін қаққан. Және де шынымен де бұл не ғой жаңағы тісті қайрамай әкеліп бұрын ол ыңғайсыздау көрінеді да, не жейсің деген сияқты жаңағы орысша. Тәртіп емес, вирус бар. Тіс деген ішінде тамақ жейді ғой ол қойдың басы. Сол сияқты әкелген кезде ай әттеген мен айттым қалай кесіледі. Сосын анаған бір-біріне сілтеп отырды да адамдар. Сіз алыңыз сөйтіп әде біреу алды да ту талақайын шығарып кесті да бәрін таратып берді. Мен жеген жоқпын. Айтайын десең, сен тағы да жалданып келіп тұрсың. Сол секілді сол жоғарыда отырған дөкейлердің өзі мәңгүрт. Дұрыс. Таза дүбәрі. Енді деген мәңгіліктің біз мынау мәңгілік болса, мен де осыны ылғи айтып жүрмін да, мына өмірде біздер осы ортада өмір сүріп жатырмыз. Осы өмірдің біздер продукт времени дейді, сол өніміміз біздер. Біздер ешқайда қашып кетпейміз. Оны түсініп алу керек та бірінші. Көріп жатсыз ба? Сосын сондай сияқты біз күнделікті өмірде күйбің тіршілік өтіп жатыр ғой. Соның арасында жүрген осы қоғамда өмір сүргеннен кейін ата бабамыздың салт дәстүріне, әдет ғұрпын насихаттап жүрміз де, бұл олай емес, болай ғой. Бұл неге олай деп ізденемін өзімше де, жазам, сызам, айтам, қолымнан келгенше. Бірақ бір адамның ол несі жетпейді бүкіл қазаққа. Сол үшін осындай әлеуметтік желіге шығып айтып беру керек. Біреу болмаса біреу түсінеді. Әрине. Өйткені мынау біз насихаттап білгенімізді айтпасақ, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді қазақ. Барлық нәрсені, білетін нәрсеңді айту керек.
бар білгеннен не пайда дейді, жастарды жинап айтпаса дейді. Бар білген мен алдым, мен де қойшы маған керек пе осы деп қоятын едім да. Сөйтсем дұрыс емес екен. Ертең барлық білген нәрсемді осынша жылға дейін менің жинаған тергенім, өмірлік тәжірибедегі оқығаным, ана мыңдаған кітаптарды оқығандағы пайда не? Мен оны ішіме сақтап арғы дүниеге алып кетсем не пайда ол? Халыққа тарату керек. Міне мен де содан қорқам да осы күні да. Қорқам, осы ішіндегі барды өзімен бірге алып кетем ба деп. Өйткені сезесің бар екен, соны шығару керек. Мен атақ үшін емес, не үшін өзіңді реализовать ету керексің да. А реализовать етейін десең, мүмкіндік жоқ кейде деген. Жол бермейді ғой. Бір пьесаңды апарып бересің, оқымайды ғой Құдай. Қамшама театрға алып берген, оқымайды. Оқышы, екеуміз сөйлесейік сосын, пікіріңді айт деймін да. Оқымайды. Өйткені бізде басынан бақайшағына дейін мәңгүрттенген дүбірланған жаңағы Борат фильмі шықты ғой. Біреулер намыстанады, несін намыстанады. Расында да оны көптен үйіне бізде боратизм расында да. Сен мұнан қарапайым міне университеттің жағын айтайын. Бүгін биылдан бастап 200 бет қойып қойған дипломный жұмыс. Ішіне не жазсаң, не жазайын дейді біреу айтады. Мен Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызық мұңжылдар жаза сал, ештеңе етпейді. Ешкім оқымайды бәрі өйткен, сіз айтпақшы. Ішіне оқымайды. Оқымағаннан кейін не жазсаң, ал басқа дүние жазсаң, бәрі плагиатқа салатқан кезде бәрі плагиат болып кетеді. Сондықтан сен не жазайын дейді, білгенін жаз. Бердібек менің атым Қожан жаз, Соқпақбаевтың. Не жазсаң оны жаз, өйткені ішіне оқымағаннан кейін бәрі далбаса ғой, сіз айтпақшы. Оқылмайды. Сол үшін өкінішке қарай, мысалы мен қарапайым басқаны қойшы, Мырзатай Жолдасбеков ұлттық кітапхана, мен ұлттық кітапхананың бастығы Үмітбек Дәуренбек қызы Үмітхан Мұңалбаева деген апамыз бар, мен жақсы. Сол жерге кітапханаға тапсырды 8000 кітабын Мырзатай Жолдасбеков. Біраз кітаптар, сол тапсырылған кітаптарды ашсаң, бет ашылмаған кітаптар. 8000 кітаптың бір 7500-дің бет ашылмаған. Мырзатайдың өзі оқымаған. Әкім Тарази 6000 кітабын тапсырды, бет ашылмаған кітаптар толып жатыр. Шөмішбай Сариев, ана жерде деген Әкім Тарази, сосын кім? Қадыр Мырзалиев кітаптарын мен оқимын ғой барып. Мен қолым қалт етсе, мен кітапхана, мен айтады көбісі, сен қайдан аласың ақпаратты дейді. Мен ізденемін, мен кітапханада отырамын, архивте отырамын. Мен ана шаруа, мен темекі шекпеймін, арақ ішпеймін, мақтанғаным емес. Қатындарға бармаймын, казино ойнамаймын, менің уақытым жоқ анада. Жоқ ондай. Мен білімге ұмтыламын. Ең маңызды, ең қымбат қазір қалған уақыт. Көрдіңіз бе? Ана кітаптханаларға мен кірем, архивте отырам пәле жыл. Ақселеу Сейдімбектің кітаптары ашылмаған кітаптар тұр. Қойшығара Салғараның ана жұмыртқа бар ғой, ең ішінде музей. Соның ішінде кітаптар бар, мен кірем. Өйткені ізденген адам, талпынған адам, ұмтылған адам жеңеді. Мынау Майлықожа айтады, бақ бар ғой, бақ. Бақ қонады ұл таңдап, қонақ қонар үй таңдап. Болымы жоқ бозбала, еңбектен қашар бұл таңдап дейді. Мен көрдіңіз ба? Еңбектен қашып, еңбектенген адам, тынбай ізденген адам, ол ерте ме кеш пе ол жеңеді.